Адал азамат мемлекет тірегі. Ойдың да, бойдың да, қоршаған ортаның да тазалығын сақтау әр адамның ішкі мәдениетінің көрсеткіші. Мемлекет басшысы Таза Қазақстан экологиялық фестивалінде сөйлеген сөзінде осылай деді. Былтыр көктемде Таза Қазақстан жобасы басталған болатын. Бүгінде бұл игі бастама үлкен қозғалысқа айналды. Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталу керек. Өйткені Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес, бұл біздің өмір салтымыз, деді президент. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілердің еңбегін ерекше атап өтті. Оның айтуынша, волонтер болу ең алдымен патриот болу деген сөз. Сәуірде өткен фестиваль аясында Таза Қазақстан акциясына белсенді қатысқан, қоғамда тазалық мәдениетін дәріптеуге ерекше атсалысқан бір топ жас марапатталды. Сондай-ақ экологияны жақсартуға кәсіпорындар мен кәсіпкерлер зор үлес қосып жатыр. Таза Қазақстан аясында өте ауқымды жұмыс атқарылды. Миллиондаған тонна қоқыс жиналып, көшеттер егілді. Президенттің айтуынша, қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Бұл Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі. Уақыт өткен сайын көптеген адам қоршаған ортаны аялауға, қорғауға ұмтылып жатыр. Азаматтар экологиялық талаптарды сақтап, оны саналы түрде өмір салтына айналдырып келеді. Қоғамда жаңа экологиялық мәдениет қалыптасып жатыр. Тұтас елдің сана сезімі өзгере бастады. Табиғатты аялау, тазалық мәдениетін әрбір азаматтың, әсіресе жас ұрпақтың санасына сіңіру өзекті. Қазақстанның болашағы санасы сергек, ойы ұшқыр жастардың қолында. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ. Туған жерімізді ешкім сырттан келіп тазалап көркейтіп бермейді. Отанымызды таза ұстау әр азаматтың қастерлі парызы. Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрылып, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда, деді мемлекет басшысы. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.